Әлемнен ақпар, Үндістанда 200-ден астам жолаушы мінген ұшақ құлады. Жергілікті билік қаза болғандар көп деп отыр. Жараланғандар да аз емес. Әуе көлігінің құлаған сәтті интернетке жарияланды. Опат болғандардың арасында балалар бар ма? Жай жапсары келесі сюжетте. Екі 242 адам Үндістанның Ахмадабад қаласында осынша кісі мінген ұшақ апатқа ұшырады. Әуе кемесі Үнді елінен Ұлыбританияның Лондон қаласына бет алыпты. Шетелдік ақпарат құралдарының мәліметінше борттағы жолаушылардың 169-ы үндістандық, 53 адам Ұлыбритания азаматы, 7-і португалиялық болса, 1 адам канадалық екен. Арасында 11 бала бар, 12 кісі экипаж мүшесі. Ұшақ дәрігерлерге арналған жатақхананың үстіне құлаған білеміз. Полиция мен басқа да төтенше жағдай өкілдері оқиға орнына жылдам жетті. Құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Апат болған аймақтың 70-80% тазартылды. Ұлым жатақханаға тамақ ішуге кіріп кеткен, ал ұшақ тура сол ғимараттың үстіне құлады. Балама ештеңе болмапты, сөйлестім, бірақ адамдар мерт болды. Ұлымды көру үшін ішке кіргім келіп тұр. Осы елдің денсаулық сақтау министрі көп жанның ғұмыры үзілгенін айтты. Алдын ала берілген ақпаратқа қарағанда 133 адам қаза болған. Бұдан бөлек ұшақ құлаған жатақханада тұрып жатқан студенттер де ауыр жарақаттаныпты. Елдің премьер-министрі Нарендра Моди апат елді есеңгіретіп тастағанын жазды. Ахмедабадтағы қайғылы оқиға сөзбен айтып жеткізе алмайтын ауыр қасірет. Осындай қиын сәтте зардап шеккен жандармен әрдайым біргемін. Ауыр қасіретке тап болғандарға көмек көрсету үшін жұмыс істеп жатқан министрлермен және жергілікті билік өкілдерімен байланыста отырмын. Жергілікті азаматтық авиация басқармасының мәліметінше Air India әуе компаниясына тиесілі ұшақ көкке көтерілген соң бар жоғы 5 минуттың ішінде төмен құлдилаған. Апатқа не себеп болғаны әзірге белгісіз. Осы мемлекеттегі біздің елшілігіміз Үндістанның құзыретті органдарымен байланыста екенін, ұшақ апатынан қаза тапқан немесе зардап шеккен Қазақстан азаматтары туралы ақпарат түспегенін мәлім етті. Қайғыдан қан жұтқан елдің басшысына Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев көңіл айту жеделхатын жолдады. Қайтыс болған азаматтардың отбасылары мен жақындарын сабырға шақырып, жарақат алғандардың тезірек сауығып кетуіне тілектестік білдірді. Маржан Нүсіпбек, Еуразия, бірінші арнасы.